Натуропатия маманы Виталий Островскийдің видеоларынан аударма ұсынамын. Қош келдіңіздер каналыма. Денсаулық неден басталады? Ауыз қуысында сілекей жеткілікті дәрежеде бөлініп жүр ме? Жеткілікті дәрежеде бөлініп жүрсе, онда лимфа бездері сау деген сөз. Адамда сілекей мол болуы қажет, ал біреулерде сілекей аз бөлінеді. Адам тамақты ойлап жегісі келгенде аузда сілекей бөлінеді. Егер сілекей бөлінбей аз болса, онда ішек жолдары таза емес, шлакқа толып тұр деген сөз. Мұндай жағдайда әрине асқазан ішек жолдарын тазалауды қолға алу қажет. Сілекей аз болған жағдайда тамақты асықпай шайнап ішіп жүрміз бе? Соған көңіл бөлу керек. Тамақтанғанда тамақты ұзақ шайнап жұту қажет. Тамақты асығып тез жегеннен аутоиммундық ауруларға ұшырап жатады. Жайлап, шайнап жегенде ауыз қуысында микроэлементтер, ферменттер бөлінеді. Күнделікті ағза 1,5 литр суды қажет етеді. Осы суға гималай, тас, тұздарын қосып, аз мөлшерде қосып, минералды су етіп қолдануға болады. Тұздардан шай қасықтың 1/4 бөлігін салу керек. Немесе су ішерде азырақ тұзды ауызға салып, сонан соң су ішуге де болады. Енді активированный уголь, яғни белсендірілген көмірдің нөмірі 1 көмекші екенін білесіз бе? Мен көп тыңдайтын халық емшісінің сөзінше, көшеде келе жатқанында 2 рет басы айналып жүруге шамасы келмей қалған. Айналасындағы адамдар көмек беруге асықпаған. Біреулер арақ ішкен адам деп ойлауы да мүмкін ғой. Ол кісі үнемі қалтасына активированный уголь салып жүреді екен. Содан қолында суы болмаса да, осы дәріні сілекейімен жұтып 20 минутта өзіне келіпті. Активированный угольдің қанды тазалағыш қасиеті бар, яғни абсорбент, өзіне сіңіріп жұтып алушы. Біреулер асқазан, ішек жолдарындағы токсиндерді тазалауға қолданады. Онкологиялық больницада қанды тазалау үшін қолданады. Қалтамызға осы активированный уголь салып жүргеннің зияны жоқ. Өмірде бәрі кездеседі. Тамақтан, көкөністерден улану, тамақтың жақпай қалуы кездесіп жатады. Салмақ тастау үшін де пайдалы. Енді гланды, аденоид туралы бірер сөз. Гланды ол таңдай бездері. Аденоид мұрын мен жұтқыншақтың ортасында орналасқан без. 1 жасқа дейінгі балаларда ол без дамымаған. 1 жастан 15 жас аралығындағы балаларда болады. Адамның қан құрамы бактерицидный, яғни бактерияларды жойғыш қасиетке ие болуы қажет. Біреулер тамақ бездерін содамен емдеп жатады. Олай жасау қажет емес. Өйткені адам баласы көкөністі жеткілікті дәрежеде жеп отырса, ащы ішек өзі сода бөледі. Перекис те солай. Асқазан ішек жолдары көкөніс жегенде сода перекисті бөліп отырады. Осылай қанның құрамын өзгертуге, нығайтуға, бактериялармен күресуге белсенді етуге болады. Соданы ең ауыр жағдайларда қолданады. Клизма, капельница түрлерінде қолданады. Сода таза болуы қажет. Стрептокок керосиннен қорқады. Тазаланған керосинді қолдану қажет. Мұндай тәжірибені Тәжікстан профессоры Ахметов қолданған. Медицина ғылымының докторы профессор Ахметов тек керосинмен емдейді. 1 тамшы керосинді тамақ бездеріне жағу керек. Тамақ безімен қатар қалғанша безіне де көмегі зор. Стрептокок кетеді. Осы емдерге қосымша көкөністерді көп қолданыңыз. Екінші тәсіл чайное дерево. Эфир майының 1 тамшысын ауызға салып, жұтып қоймай аузда біраз ұстау керек. Ауыз қуыстарын дезинфекциялайды.
микропаразиттерді жояды. Бұл дәріні профессор Маленков ойлап тапқан, бүкіл өмірін осы салаға арнаған. Осы дәріге лицензия алып мемлекеттік дәріханаларға ұсынған. Дәрі жаңғақ сығындысынан және керосиннен тұрады. Үшінші, прополистің 20% тұнбасының тамақтанғаннан соң бір тамшысын ауызға тамызуға немесе бір стакан жылы суға бірнеше тамшысын салып ішуге болады. Осы емдерге қосымша көкөністерден сарымсақты аз мөлшерде және шпинат, репа, редиска, редька, горчица қолдануға болады. Стрептококкты ет өнімдері тәтті өнімдер көбейтіп жібереді. Аутоиммундық ауруы бар адамдарға тіпті тәтті өнімдерге жолауға болмайды. 80% көкөніс, 5% фасоль өнімдерін пайдаланған дұрыс. Тамақ шаюға соданы қолданғыңыз келсе, аз мөлшерде қолдануға болады. Түнде аяқты жылы суға жуып, булап, йод жағып жатқан пайдалы. Ем болсын, дәрігеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыздар. Ақпараттар пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің көтерілуіне қолдау көрсетіңіздер. Егер қоңыраушаны басып, сонан соң все деген нүктесін басып қоятын болсаңыздар, жаңадан шыққан видеолар туралы сіздерге ескертпе барып тұратын болады. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.